Ұларбек Дәлей. Уақыт кілтін іздеген жан. Әңгіме. Келен таудың етегі, кіл қара нар жусаған, күншілік жолдан қажыған уа керуенге, кежегей белден күн салам, Алтай таудың маңдайын, керте шапқан жол көрім, жол емес ол шөлікін, Гималай асып бізге жеткен бұлттардың арасынан құс көрім, құс емес ол сен екен. Қайыркеннің терезесін мас түкен шағып кететін күні, таң ата жауған ақ жаңбыр бір аптаға созылды. Шаруалардың шабындықта дестелеп жинып, шөмірелеп дайындаған шөптері қораға жетпей, далада жатып ақшырей бастады. Бұл мезгіл біздің көктерек қыстағының адамдар үшін ең бір қолайсыз кезең саналатын. Момақан ауылдастарымның Құдайды қарғап алып, әле-шала кешірім сұрайтын сәттерде осындайда көп қайталанатын. Қыстақ тұрғындары көктем өте серлік тауын бөктерлей киіз үйлерін тігіп, мал бағуға кететте, қыстақта бірлі жарым малсыз жұпыны шаруалар мен егін басын қорған сыбай салтаң жігіттер қалады. 7-ші класста оқитын адамдардың ер және әйел деп бөлінетінін анық сезіне бастаған мен сияқты сотқар балалар үшін өмірдің бәрі жайнаған бақшадай, адамдардың бәрі жыламайтындай сезілетін ол кезде. Тамыз жұлдызы енді туса да, ерте басталған жаңбырлы маусымның аспан жасына шыланған сұрқы, таулы қыстақтағы соқпақ жолдың өзін мезеткендейтін. Батыстан түйдектелі жөңкілген қошқыл бұлт ақшам сөне тағы нөсірлете жөнелді. Ақ жауын соңы нөсірге айналса, күн тез ашылар. Екі кештің арасында жаңбырға малшынып, оны іздеп жолға шықтым. Ауылдың боз балалары оның дүлей күшіне, келісті келбетіне, кереметтей суретшілік өнеріне, ақындығына сүйініп, бекең деп айтатынбыз. Құрманбай тамы аталып кеткен ессіз дуалдар құлап, өңірейіп тұратын үрейлі қоршауды жарып өтетін тігеңістен дедектей түсіп, үйіне де жеттім. Қарсы бөлмедегі ескі ағаш төсектің шетінде сурет салып отыр екен. Мені көріп, секіріп тұрды да, шалт қимылдап мұрнымнан қысып жіберіп, қайта отыра кетті. Аласа орындық үстінде шашылып жатқан темекі қоқымдарын алақаныммен сыпырып тастап, имене отырдым. Иығына мылтығы асынған, ақ боз атқа мінген айбарлы батырдың тұлғасын салыпты. Оның сызған картиналары көз тартатын көркем, әр жұмбаққа толы келетін. Оның сызған картиналары көз тартатын көркем әм жұмбаққа толы келетін. Түрлі бояулар жұққан қолын, аузы аңырайып ашық шашы жатқан топырақ пеш үстіндегі ескі орамалға сүртті де, маған қарап ыржиып күліп қойды. Таудың тағы табиғаты қанына сіңген оның мінезі мүлде өзгеше болатын. Неше жүздеген жылдар бойы сол таулар үшін қанын төккен батырлардың суретін салуға, олар жайлы әңгіме айтуға әуес етті. Маған тесіле қаратты. Сен не, судан шыққан суырдай, жаңбырлатып кештетіп жүрсің? О, тоқта! Екеумізден бөлік Гитлерді жақсы көретін 3-ші адамды таптым. Төменгі қыстақта тұратын ақын менен бірер жас үлкен, сен оған жолықтырайын. Сырты қарабайыр топас болғанымен, тарихта қалудың оңай жолдарын біледі ол, деді. Облыстағы әдеби журналға өлеңі жарияланған соң осы төңіректе әжептәуір атағы шыға бастаған. Десе де ауылдастарым оны мүлде түсінбейтін, тосын қылықтармен анда-мұнда ұстап қалатын қитұрқы мінезін, ешкімге ұқсамайтын дара болмысын қабылдай алмайтынды. Әңгіме қыза келе жарты әлемнің қанымен көз жасын суша сапырған сол Гитлер деген адамның азаматтық ұстанымдары жайлы тамсана баяндап берді. Ол, мына Қытайлар жамандай беретін жапондармен келісіпті. Сендер шығыстан батысқа қарай топан судай басыңдар. Мен қуатты армиямды батыстан шығысқа қарай қара бұлтша төндірем. Бірігіп, жер бетін тазалайық. Адамзат алғаш жаралғанда мұндай лас тәкәбір болмаған екен. Алғашқы күйімізді қайта табайық. Көмбегендеріне мынандай әдіс қолданамыз депті. Жылдам қимылдағаны сонша, оң қолын қылыш формасына,
келтіріп доғаша иіп алды да бейқам отырған менің желкемнен сарт еткізіп салып қалды. Селт ете түскен менің ашулы жүзіме қарап айызы қанғанша қарқылдап күлді. Бекең менің толық қалыптасып үлгермеген, білімі шақты бала екенімді білсе де әр сөзін нықтап әңгімесін жалғай берді. Бір уақытта орнынан кенет тұрып, бір шөлмек ішпесем болмайды. Сені көріп өмірге деген үмітім қайта оянды. Ыңғайсыздана жымидым да, өңі кеткен көнетөз қалталар мен жапсырмасы көп қыстық шапан жамала есікке беттеген оның соңынан ердім. Жаңбыр басылып, көшенің қалтарыс-бұлтарысын қараңғылық дендеп алыпты. Жауын суы жиналған шұқанақтарды жағалай, жол бойында себепсіз жатып алған маубас төбеттерден сақтан өтіп, балшықтан соғылған қыстақтағы жалғыз дүкеннің алдына келіп тоқтадық. Дүкен сыртында күтіп тұрым, шалшық суды шашырата ойнаған бірнеше бала жүгіріп өтті. Бекең туралы ойға кеттім. Ол бір ғажап, жұмбақ адам. Ол көктүректің сұрғылт аспаны белгілеп берген ережелерге үнемі қарсы жүретін. Көп адам арман ететін мақсат мұраттарға оңай әрі төте жолдары арқылы тез жетуді аңсайтын. Кешікпей бір құмырасын қолтықтап ол да шықты. 10 шақты күн бұрын ауданнан бір қора ақын келген. Соларды қонақ етіп, жалғыз әтешімді сойып ем. Енді тауықтарыма көршінің әтештері келіп жүр. Тауық қорада күнде кезек десең болды ғой. Қарқылдап күліп алды да, иығымнан тағы салып қалды. Байғұс әтешті сойып бер деп Маңқа Мұратты шақырғам ғой. Маңқаланып жүріп басын шауыпты да жерге қоя салыпты. Аяғын буып тастаған ғой деп ойласа керек. Әтеш секіріп тұрып, шыр айналаға ашып үйдің тоз топалаңын шығармады ма? Хуй, сілбі неме десеңші. Жаңбырдан кейінгі қыстақ кеші тым көңілсіз, тіпті үрей шақыратындай. Біз үйге кіріп жайғаса бергенде электр жарығы жалп етіп өшті де қалды. Жаңбыр мен қар жауса, боран көтерілсе осылай болатын әдеті. Кесе түбіне қой майына мақташылап, ширатып екі жерден шам жақты. Қышқыл иісі мұрын жарған құмырасын орталай бергенде, өзі де шарап буына желпініп, қызынып қос білегін түріп алған. Тағы бір кесеге сыздықтата құйды да, қане, көзіңді жұмда, аузыңды аш. Айналасы бірақ тұтам дүниеде бәрінің дәмін көру керек. Әсіресе сен сияқты болашақ ұлы ақындар үшін. Өй, бұл дейм. Өй, ішпесең қайтып ақын болмақсың? Хөп, бәрекелді. Жігіт аға екенсің. Өңешімді күйдіре төмен құлаған ащы судың зақары іші бауырымды өртеп барады. Қақалып, шашалып зорға дегенде өзіме келдім. Шай кесеге молырақ құйып жіберген екен, бойым балбырап, санамды белгісіз желік буа бастағандай. Мен саған Гитлерді бекер айтып отырғам жоқ. Ол бір кездері Гималай тауындағы тибеттер қонысынан уақыттың кілтін тауыпты. Жіберген адамдар өзге бір елдің әскеріне қолды болыпты да, уақыт жұмбағы толық шешілмей қалғаны содан. Манаға әдісін қайталап тағы бір кесе толы зақарды жұтқызып жіберген. Бойымды билеген жеңіл желік енді басқа күйге ауса бастағандай. Айғайлап жылағым келеме қалай? Бір деммен сытырлай жанып, алқызыл жарық шашқан шырақ білтесін сурет салатын қаламсаптың тұқылымен қозғап қойып, тауық жегің келеме? Деп сұрады. Бағанағы өзі айтқан ақындарға жайылған әтеш дастарханы есіме келген еді. Арқалы ағаш орындықта шалқалай отырып, үнсіз басымды шайқадым. Есің барда келісіп алайық. Саған бұл қонағасына Шамбаланың құрметі үшін жайып отырым. Келер жылы биылғыдан десе есің. Екеуміз Гималай тауына Тибеттерге жол аламыз. Ол сапарға шығу үшін аузына өмірі шарап татып алмаған бала жігітті Шамбала қонағасы үшін құйылған отты сумен ауыздандырып алу керек екен. Ол міне сәтімен орындалды. Сол жақтан уақыт кілтін тауып алып, дүниені қоққылайық. Тарихта өткен жақсы адамдардың бәрін тірілтіп, көктерекке алып келеміз. Олардың ішінде арақтан өлген Таятыдағы Манатта болады десең, қалжың ғой? Жоқ, қалжың емес. Оны надан жандар түсінбей, ішкіліктің батпағына батырып өлтірді. Біз уақыттың кілті арқылы арғы дүниенің жақсы адамдарын бергі дүниенің сумақайларына ауыстырып адамыз. Қалғанын кезінде көреміз. Келістік пе? Келістік. Ол тағы бір деңелерді айтып жатқандай болды. Буынға түскен ессіз судың әсерімен
сытырлай жанған шырақ жарығының қасында отырып ұйықтап кетіппін. Түсімде өзім өмір көрмеген Гималай тауында әтеш қуалап жүрекім. Қожыр тастары біздің Бәйже қонысындағы бұлаққа барар жолдағы қой тастардан аумайды екен деймін. Келесі жылы мамыр айының басында үлкен үйді тауға көшірісіп жіберіп, зират желкесіндегі мойнақтан төтелей асып үйге келе жатырым. Мойнақ үстінде бағзы замандар көзіндей болып, тастан жиналған жатаған ғана шағым мола тұратын. Қыстағы адамдар оны мақтың үйі атап кеткен. Айнала төңіректе ондай үйінді тастар өте көп тұғын. Сол тұста бір топ адам үймелеп жүр. Жағындағанды бәрін таныдым, өзіміздің ауыл жігіттері. Ішінде Бекеңде бар. Сол жылдары ішкі Қытайдан қаптап келген кезбелердің ескі қорымдары қопара қазып, қазына іздейтін әңгімесі желде есуші еді. Қала жағалап тиын тебеннің дәмін алып қалған кей жігіттерде бұл істен алыс емес. Әй жаман неме, қораңның маңында тұрған мына көне моланы күзетуге де жарамадың, деді мені балдысынып ойнап жүретін жорға жақаш. Қыстақтағылар оның ептеп сылтып басып, зулағанда алдына жан салмайтын жүрісіне қарап жорға жақаш атайтын. Кесек тастарды аршып, үңірейте қазып, сүйектерді ашық қалдырып кеткен екен. Бекең қос қарашығы үңіреген бас сүйекті қолын алып, аударып төңкеріп қарап алды да, мына марқұм не қылса да ғашықтықтан, махаббат дертінен өлген сыңайлы. Көмілгілі қанша мың жыл өткен кім білсін. Сонда да сүйектің жақсы сақталғанына қарап, жас жігіт екенін білуге болады. Әр уақыттың мазасын алмай қайтадан көміп кетейік, деді Бекең. Жігіттер шашылған сүйектерді қазылған шұңқырға қайта тастап жатқанда Бекең: «Тұра тұрыңдар, жігіттер», деді. «Асықпаңдар. Бізден кейін 1000 жылдан соң тағы біреулер қазып алса, махаббат дертінен өлгеніне дәлел болсын». Қураған бастың төбесіне үшкір таспен жебе қадалып тұрған қос жүректің суретін салды да шұңқырға абайлап қойды. Көміп болып бетін сипады. «Өмір дегеніңіз қандай дәм татуы жоқ, мән мағынасыз, е. Ертең бізде осылай арса-арса болып шашылып, әбден қурап, жағымыз ашылып, түс көрмейтін ұзақ ұйқыда саудырап жатармыз». Күлісіп таратық. Сол жылы күзге салым егін ору науқаны басталғанда, қатар-қатар тақталанған бидай атызын қырқай сыпырған комбайн біздің жерге таяғанда бұзылып қалды да, апталап егіс басын күзетуге тура келді. Тауды құлдай көшкен ауылдармен ілесе түскен 4 түлік дегеніңіз пісіп тұрған егінді шегірткедей отайтын. Бекең мен біздің үйдің егістігі қатар еді. Қос тігіп күндіз түні сонда жатамыз. Кешке қарай бірер құмырасын қыстырып, қыстақтың еріккен жігіттері келеді. Оңаша қос олар үшін қарта ойнап, арақ ішуге таптырмасы ма екен. Желіккен жігіт желеңнің махаббат хикаяларын есту маған да аса қызық. Әсіресе күзгі қалың той-томалақтарға жалғасқан махаббат әңгімелердің аяғы қызыл дән жиған қырман мен ат қораларда шырқау шыңына жетер тұсында ішек сілем қата күлем. Әлгі отырыңқырап қалған қоқыздардың мас жігіттерді мазақтау үшін алдап, шөп қораларға наздана бірге еріп барып, белдігін шешіп жатқанда, омасынан келістіріп бір теуіп қашып кететін жері шегіңді қатырады. Жылдар ағысы бәрімізде есейді. Бекеңмен көріспегеніме көп болған еді. Алматыдағы жатақханалардың біріне түнделетіп мені іздеп келді. Денелі, ірі жігіт еді. Біраз жыл ішкілік соңында жүргенінде естушем, алайда айбатын бермепті. «Кеттік, барахолкада өзімнің оңаша жатағым бар. Сонда барып әңгіме соғайық». Кешқұрым болса да базар шуы басылмаған. Жолай бір дүкенге соғып оны-мұны алдық. Есік алдында қолды-аяқты, тілді жақты сақалды біреумен өзбекше саудаласып қақтаған тауық етін алды. Есіме баяғыда өз айтатын ақындарға арналған әтеш қонағасы есіме түсіп, бір күліп алдым. Қыңыр қисық ағаш баспалдақты сықырлата басып, үстіңгі қабатқа көтерілбек. Аядай бөлмесінің есігі ашық тұр екен. Бұрышқа үй салған көрпе төсегінің жанындағы үлкен қорапта салған суреттер бүктелген, мыжылған күйінде бейберекет жатыр. Ескірген кітаптар арасынан шеті жемірілген, құрым тысты қалың дәптерін алып шықты. Түннің бір уағына дейін өлеңдерін оқып, уақыт кілтін іздеу жоспарына әлі қолы жетпей жүрген күрсіне айтқан. Тағдыры қым-ғуыт, таланты көптен асқан осынау ғажайып жанның 30-дың жуан белінен асса да, әлі сәби бала сияқты аңғал да аппақ көңіліне таңданбай тұра алмадым. Әке өлген,
Шешем сал болып төсек тартып жатып қалды деді сөз арасында. Әр жылдары маған әр түрлі кейіпте кездесіп, қиуата ұштаса беретін оның ауыр таланты екінің бірінің маңдайына жазылмайтын бақта сорды етті. Салған суреттерін өнер бағасын білетін кей жандар арзан бағада сатып алып та жататын. Ал жазылған жерінде қалатын өлеңдері мынау ғаламның қай түкпірінде жапырақ шашып, жаңбырға малшынып, немесе сиясы өшкіндеп, жоғалып жатқанын өзінен басқа жан пендесі де білмейтін. Оның соңғы рет ел аузында құл базары аталып кеткен, өзгеге күндікке жалданып нәпақа табатын қазақтар көп жүретін маңнан кездейсоқ жолықтырдым. Жалдамалы пәтерімде апта бойы күнді түнге жалғап әңгіме соғатын ек. Бірнеше рет шешеме қарауым керек, мына жүрісімді-ай деді. Зайсандағы шекара бекетіне жүретін автобусқа шығарып тұрып, шешейді, бала шағаңды осында алып кел. Мұнда жалғыз басың сопайып көргіліктің сан түрін көрдің. Сені 4 көзбен күтем дедім. Келем, саңырау құлағы өсіретін алқашып, ұлдарыма қалдырамда Гималайға бағыт түзейміз. Тибеттер қонысынан уақыт кілтін тапсақ бар ғой, деді батар күнгі сығырая қарап. Автобустың ең артқы терезесінен екі қолын жүрек бейнесінде жұптап, батып бара жатқан алқызыл күнге қарап тағзым жасағандай болды. Баяғыда белгісіз ғасырлардан қалған мақтың үйін қазып, шашылған сүйектерді қайта көмірді төбе сүйекке өзі салған жүрек суретінен аумайтын еді. 2 жыл өткен соң, 2 жыл өткен соң оның Ертіс өзені бойында қамыс орып жүріп, жол жиегінде кенет қазаға ұшырағаны жайлы хабар алдым. Оған ажал өздігінен келген жоқты. Шет-шегі жоқ таланты мен буырқанған күші өз орнын таппады да, соңы өлім күйіне айналғандай. Сол күйді не ол өлтірді, немесе күй оны өлтірді. Қыстақтан бәйже қонысына өрлейтін соқпақ жолдың бойындағы Нәзила жатқан қорымға әкесінің қасынан мекен тауыпты. Өз айтқандай, мән мағынасыз өмірден ерте кетіп, түс көрмейтін ұзақ ұйқыда жатқан болар қазір. Неге екенін білмеймін. Соңғы күндер оған деген құрметім мен сағынышым еселеп артқандай. Бәлкім, уақыт кілтін іздеп кеткен болар. Соңы.